Қайырлы күн, қазақ елі. Сіздермен бірге мен, Мадина. Ұйқының денсаулыққа пайдасы қандай? Егер адам 90 жыл өмір сүрсе, соның 30 жылын ұйықтаумен өткізеді екен. Ұйқы біздің өміріміздің түрлі салаларына қаншалықты әсер етеді? Адам өміріндегі маңызы. Ұйқының қанбауы иммундық жүйеге зиян тигізеді. Егер адам 5 сағаттан аз ұйықтаса, оның вирустық инфекцияны жұқтыру мүмкіндігі басқа адамдармен салыстырғанда 250%-ға артады. Сондықтан тұмаудан сақтану үшін 7-8 сағат ұйықтау қажет. Бұл орталық жүйке жүйесінің жасушаларын қалпына келтіріп, иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Ұйқы барысында адамның миы белсенділігі жұмыс жасап, өзін-өзі емдеу механизмдері іске қосылады. Демалыс кезінде қан қысымы мен гормоналды метаболизм қалыпқа келіп, қант деңгейі тұрақталады. Сонымен қатар, түнде бірқатар маңызды гормондар өндіріліп, дене күші қайта қалпына келеді. Бұл біздің күндізгі уақытта белсенді болуымызға әсер етіп, үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік ашады. Тиімділікті арттырады. Жол-көлік апатының 20%-ына жүргізушінің ұйқышылдығы кінәлі екен. Мұндай адам төтенше жағдай кезінде жылдам және дұрыс шешім қабылдай алмайды. Сау ұйқы адамның мұқияттылығын күшейтеді. Сондай-ақ, ол есте сақтау қабілетін жақсартады. Егер біз жеткілікті ұйықтамасақ, онда миымыз күндізгі уақытта алған маңызды ақпараттарды жадымызда сақтай алмай қалады. Ұйқысыздық адамның денсаулығын нашарлататыны белгілі. Егер біз ағзамызды демалтуға қажетті уақыт бермесек, онда жүйке жасушалары қозып, қалыпты қызмет атқара алмайды. Нәтижесінде көңіл күйіміз түсіп, мазасыз және агрессивті боламыз. Алайда, ұзақ ұйықтаудың да зияны бар. Ғалымдардың айтуынша, ересек адамға 8 сағаттық ұйқы толығымен жеткілікті. Бұдан артық демалу дененің энергетикалық тонусын төмендетуге, депрессияға және бас ауруына әкеліп соғады. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алла разы болсын.